Сәлем баршаңызға. Бүгін бір жасағаннан әдемі әрі дәмді болып шығатын сметаник жасайтын боламыз. Ең алдымен біз ұнымызға майымызды араластырып, жақсылап үгітіп аламыз. Осылай үгітіп алып, қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқа мен 2 қасық қаймақ және де қантымызды салып, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ, әп-әдемі қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алып, қамырымызды пакетке орап, тоңазытқышта 25-30 минутқа қалдырамыз. Міне қамырымды 30 минутқа тоңазытқышқа қойып алдым. Енді қамырымызды жақсылап, әдемі етіп, біркелкі етіп табамызға жайып аламыз. Енді қоспамызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, араластырып, оны қаймағымызға құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді дайын болған қоспамызды қамырымыздың үстіне әдемі етіп, біркелкі етіп жайып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетін әртүрлі етіп сәндеуге болады. Әртүрлі жемістермен, мен үйдегі бар затыммен осылай сәндеп шықтым. Қызып тұрған пешімізге 30-40 минутқа қалдырамыз.